Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен баклажан және етпен осындай дәмді тағам жасаймыз. Өзіңізге керек мөлшердегі картопты суға асып аламыз, майдалап турап, тұзын бірден саламыз. Ол кезде тұзы картопқа сіңетін болады. Етті таяқша тәріздес етіп турап, осылай суы тартылғанша майға қуырып аламыз. Бір пиязды турап, осылай майдалап, пиязымыз жұмсарғанша қуырамыз. Үстіне бір сәбізді дөңгелекшелеп турап, 2 болгар бұрышын турап қуырамыз. Асын өте жай қылып қоямын. Баклажанымды осылай майдалап турадым. 3-4 баклажанды тұз салып, суға 10 минуттай етіміз, көкөністеріміз бұқтырылып жатқанда салып қоямыз. Ащы дәмі кету үшін. 10 минуттан кейін осылай етімізге салып, тұз, бұрышын, 1 шай қасық томатын, дәмдеуіштерін саламыз. Дәміне қарай сөйтіп барлығын араластырып қуырамыз. Баяу отта. Міне қуырылып дайын болып қалған кезде жарты кесе мөлшерінде су қосамыз. Суымыз тартылған кезде біздің подливіміз дайын болады. Барлығы ауызда еріп, жұмсақ болып тұрады. Пюреміз пісіп дайын болды. Суын төгіп тастап, сары май қосып, осылай езіп аламыз. Тұз, бұрыш. Тұзын бастапқы кезде суға қостым, одан кейін тұз, бұрыш ештеңе қоспаймыз. Мінекей дәмді тамағымыз шықты. Кешке не жасарыңызды білмесеңіз, осы тамақты жасап көріңіздер. Ас болсын.